Тараздық балақайлар мектептен тыс бос уақыттарын тиімді өткізіп жүр десек, артық айтқандық емес. Оған дәлел осыдан 2 жыл бұрын қанатын кеңге жайған өнер ошағы. Жеткіншектерді өнерге баулып, салауатты өмір салтын ұстануға тәрбиелеп жүр. Сондай-ақ шаһардың мәдени дамуына үлесін қосып келеді. Прима би үйірмесі өткен айда Астанада өткен халықаралық 4-ші ферия байқауында 1-ші орынды қанжығаларына байлап қайтты. Үздіктер ондаған аталым ішіне іріктелгенін ескерсек, бұл балақайлардың өнері талайдың таңдайын қақтырған. Қабырға қоршалған айна, жылы еден, жарық сәуле, жалпы керемет көрініс. Алайда алғаш ашылғанда бұл үйірме адам танымастай кейіпте еді. Мекеме жетекшісі осылай есіне алады. Бүгінде жаттығу кезінде балаларға арнап шынайы музыка ойналады екен. Мұнда 100-ге жуық балақай қатысады. Би залдары лық толы. Менің атым Дария, мен 8 жастамын. Мен Прима биіне 2 жыл барып жүрмін. Біз бағдарлама бойынша классика биімен және халық биін өтеміз. Астанада қазақша бимен өзбекше би биледік. Жақында ғана Астанада өткен халықаралық ферия байқауына дәл осы жеткіншектер қатысқан. Украина, Ресей, Өзбекстан сынды елдерден келген өнерпаздардың арасында ерекшеленіп 1-ші орынды иемденді. Осылайша бас қаламыздың төрінде өнерлерімен қалың көрерменді тәнті еткен. Олар қазақтың ұлттық киімінде мың бұрала билеп қошеметке бөленіпті. Ашылғанымызға аз уақыт болса да, 2 байқауға қатыстық. Біреуі қала арасында балалық шақтың мекені атты. Ол жерде 1-ші орынды иелендік. Және де жақын арада Астанада халықаралық 4-ші ферия атты байқауға қатыстық. Ол жерде де 1-ші орын алдық. Біздің номинацияда 52 қатысушы болды. Олардың арасынан енді 1-ші орынды жеңіп өту өте қиынға соқты. Кез келген істі бастау оңай емес, алайда аяққа нық тұрып, қаланың беделін халықаралық деңгейде дәлелдеп, мәдени саласын дамытып жүрген үйірменің болашаққа үміті зор. Ақбота Қайнар, Дулат Шықпанбетов, 7-7 News.